Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Айдана. Біз бүгін осындай етті бәлішті жасайтын боламыз. Рецепт өте керемет, ойдағыдай шықты. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ендеше кеттік. Ең алдымен бізге таза ыдысымызға осылай ұнымызды елеушен өткізіп, ұнымызды салып аламыз. Оның үстінен сары майымызды саламыз. Сары май, менде суық сары май. Сіздер термодан өткізіп салсаңыздар да болады. Осылай ұнымызбен сары майымызды осылай араластырып аламыз, үгітіп, яғни түйіршік болып шығуы қажет. Енді оның үстіне 150 грамм айранымызды құямыз. Айранның температурасы маңызды емес, кез келген температурадағы айран бола береді. Енді оның үстінен 2 жұмыртқамызды саламыз. Оның үстінен 1 шай қасық тұзымызды және 1 шай қасық қамыр қопсытқышымызды салып, жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Достар, артық ұнды қосудың қажеті жоқ. Қамырымыз жұмсақ болып шығуы қажет. Жұмсақ болса, өте әдемі болып пісетін болады. Қамырымыздың құрамында сары май және айран болғандықтан қолға жабыспайтындай әдемі қамыр болып шықты. Артық ұнды қосқан жоқпын, осындай жұмсақ, қолға жабысатындай, сәл жабысатындай қамыр болып шықты. Осылай енді қамырымызды 5-10 минутқа қойып қоямыз. Осы уақытта біз начинкамызды дайындап аламыз. Тартылған етімізге 2 орташа пиязымызды және 1 үлкен картопымызды майдалап турап саламыз. Енді оны дәміне қарай тұзымызды және бұрышымызды салып, жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Енді қамырымызды алып, осылай видеода көріп тұрғандай қамырымызды 2-ге бөлеміз. Бір бөлігін сәл кішкене, бір бөлігін сәл үлкендеу ғып бөлеміз. Өйткені үлкендеу бөлігі пирогымыздың астыңғы бөлігіне кетеді. Осылай енді астыңғы бөлігіне салатын үлкен қамырымызды осылай қолдың көмегімен немесе оқтаудың көмегімен дөңгелек етіп жайып аламыз. Егер қамыр оқтауға жабысып жатса, үстіне кішкене ұн сеуіп жүрсеңіздер болады. Енді ортасына начинкамызды саламыз. Начинкамызды салғасын қасықпен барлық жеріне бірдей етіп, осылай жайғастырып шығамыз. Осылай жайғастырып болғаннан кейін, екінші кішкене қамырымызды жайып аламыз. Оқтаудың көмегімен оны жұқалау етіп жайып алсаңыздар болады. Енді жайылған қамырымызды осы пирогымыздың бетіне төсейміз. Төсеп, астыңғы бөлігі мен үстіңгі бөлігін бір-біріне осылай жабыстырып шығамыз қолмен. Біздің пирогымыз ортасы ашылып кетпеуі керек, өйткені яғни қазір пісіп жатқан кезінде суы шығып ағып кетуі мүмкін. Сондықтан да жақсылап біріктіреміз. Біріктіріп болғасын, шетіне қолыңызбен осылай әртүрлі етіп узор жасасаңыздар болады. Мен осылай шетін ішке қарай қайырып осылай бүктеп шықтым. Суы шығып, массамыз сыртқа қарай суы ағып кетпеу үшін осылай біріктіріп шықтым. Қолымызбен әдемілеп шығамыз. Енді ортасын пышақпен осылай кесіп қойсаңыздар да болады, немесе дөңгелек етіп тесіп қойсаңыздар да болады. Енді оның үстінен жұмыртқамызды жағамыз. Мен 1 жұмыртқаны жағып шықтым. Осылай бетін әсемдеу үшін мак кунжутты қолдана берсеңіздер болады. Мен кунжутты қолдандым. Дәл осы уақытта печкамызды қыздырып қоямыз. 180 градуста 35 минутта пісіп шықты менің пирогым. Ал достар, осымен менің пирогым дайын болып шықты. Өте жұмсақ, көріп тұрғандарыңыздай. Әбеткі уақытқа немесе кешкі тамаққа осылай жасасаңыздар, өте керемет тойымды тамақ болып шығады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер достар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Айдана. Егерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, видеомды қолдап, лайк, комментария қалдырып кетіңіздер. Сіздерге көп рахмет. Қош сау болыңыздар.